Бәріңізге сәлем. Көптеген адамдар басқа адамдарды сырт келбетіне қарап бағалайтыны өтірік емес. Егер де көшеде жаман киінген адам көретін болсақ, оларды маскүнем немесе қандайды бір жаман ойы бар деп ойлаймыз. Алайда бүгінгі видеодағы адамдарым жаман киінген адамдардың арасында да жақсы адамдар бар екен көрсететін болады. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан соңына дейін көріңіз. 1999 жылы Сан-Францискоға іссапармен барған Келлен Ферринг атты бизнесмен өзінің портмонесі жоғалғанын байқайды. Оның күзетшісі, мүмкін біз оны кедей көшелердің бірін аралаған кезде жоғалтып алған шығармыз деп айтады. Бизнесмен оған, біздің күтуден басқа амалымыз жоқ. Мүмкін оны тауып алған адам маған хабарласатын шығар дейді. Көңіл күйі түскен күзетші 2 сағат өткеннен кейін біздің бұлай күткенімізден пайда жоқ секілді. Кедей көшеде тұратын адамдардан басқа не күтуге болады? Бизнесмен оған тағы да күте тұрайық деп жауап берді. Ал оған күзетшісі болса, бұл портмоненің ішінде визиткасы бар. Сізге тапқан адам бірден хабарласса болатын еді ғой деді. Портмонені тауып алған адам оны қайтарғысы келмейтіні анық еді. Алайда бизнесмен тағы да күте тұрайық дегендіктен сол түні сол қалада қалуымызға тура келді. Көптен күткен қоңырау шалынды. Портмонені тауып алған адам жақын орналасқан көшелердің біріне шақырды. Күзетшісі, бұл бұзақылардың ісі болуы мүмкін, сондықтан ол жерге бармағаныңыз дұрыс болар деді. Алайда бизнесмен де қоңырау шалынған жерге барады. Қоңырау шалынған жерге жеткеннен кейін алдарынан кішкентай бала шығады. Қолында портмонесі бар. Қолындағы портмонені күзетшісі алып, санап көрген кезде ішіндегі ақша түгел болып шығады. Бұған күзетші өте қатты таң қалады. Бала бизнесменге қарап, маған ақша бере тұрасыз ба дейді. Сол кезде күзетшісі күліп, бұлар бірден ақша жайлы сұрайды ғой дейді. Бизнесмен күзетшісінің сөзін бөліп, балаға күлімсіреп қарап, қанша ақша керек деп жауап берді. Маған $1 ғана жеткілікті. Мен телефон автоматын іздеп тапқан кезде сізге хабарласатын ақшам болмағандықтан магазин иесінен ақша сұрап алған едім. Соны қайтару керек деп жауап берді. Сол кезде күзетшісі өзінің ісіне өте қатты ұялады. Бұны естіген бизнесмен баланы өте қатты құшақтап алады. Және де осы көшеден бастап тағы да басқа кедей көшелерге мектептер салып бере бастайды. Бизнесмен мектептің ашылу салтанаты кезінде біз басқа адамдарды сырт келбетіне қарап бағаламайық, және де оларға мүмкіндік берейік деп айтады. Менің ойымша бұл өте маңызды. Алдыңғы видеоны бөліскен адамдарға көп рахмет. Және де осы видеомен немесе өзіңізге ұнаған осы каналдағы видеомен бөлісіңіз. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар.